Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен пельмени даярлаймыз. Оны көпшілігіңіз даярлауды білетін боларсыздар, бірақ мен сіздермен көптеген өзімнің пайдалы кеңестеріммен бөлісемін. Оны қатырып қалай сақтаймын, оны сорпада қалай езбей пісіремін және оның қамырын жемейтін балаларым үшін қай әдісті пайдаланамын, сол туралы айтып өтемін. Пельмениді көп көлемде даярлаймыз, сол үшін 600 грамм фарш керек. Фарш майлы болса, пельмени өте дәмді болады. Сол үшін майсыз фаршты қолданатын болсаңыз, оған міндетті түрде қойдың майын тартып қосыңыз. 2 дана кішігірім картоп қажет, оны ашып өлшеген уақытта шамамен 200 грамм шықты. Және 1 дана 100-120 грамм пияз қажет. Мен пияз бен картопты блендермен еземін, сондықтан оған ыңғайлы болуы үшін мен майдалап турап аламын. Блендер болмаған жағдайда пияз бен картопты мясорубкадан тартып алсаңыз болады. Немесе пиязды пышақпен өте ұсақтап турап, ал картопты майда үккіштен өткізіп алсаңыз болады. Езілген картоп пен пиязды фаршқа қосамыз. Менің фаршым жақсылап тұздалған, сол үшін мен тұз қоспадым, ал егер тұздалмаған болса, сіздер 2 шай қасық тұз қоссаңыздар болады. Және 1 шай қасық кориандр және жарты шай қасық қара бұрыш қостым. Фаршты жақсылап біркелкі массаға айналғанға дейін араластырамыз. Бізде фарш дайын, енді біз қамырын даярлайтын боламыз. 400 грамм ұнға 1 дана жұмыртқаны қосамыз, оған 1,5 шай қасық тұз қосамыз. Мен 160 мл жылы сумен иледім. Пельмениді пісірген уақытта қамыры езіліп кетпес үшін біз оны қатты тығыз етіп илеуіміз қажет. Қамырды тындырған уақытта азырақ уақыт кету үшін мен қамырды 2-ге бөліп алдым. Екеуін де күлшелеп аламыз, бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. 15 минуттан соң ыдысты ашып, қамырды тағы да бастырып илейміз. Иленген қамырды тағы да ыдыстың бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. Қамырға аздап ұн қосып отырып, жұқа етіп дөңгелектеп жаямыз. Қамырды жұқа етіп жайып болғаннан соң оның бетіне аздап ұн себеміз. Пельмениді стаканмен дөңгелектеп кесіп, оның қиындыларын қайта жайып жатады. Мен олай жасамаймын. Жаймадан видеода көрсетілгендей етіп гармошка жасаймын. Қамырды кесіп, майда 4 бөліктерге бөліп аламын. 4 кесіндерді ашып жайып аламын. Оған фаршты кішкентай қасықпен орналастырып, барлығын түйіп шығамын. Пельмениді 2 жолмен пісіремін. Бірінші жолы қайнап тұрған суға фрикадельки саламын. Фрикаделькиді пельменидің фаршынан дөңгелектеп даярлап аламын. Шамамен сорпаға 6-7 тал саламын. Артынан ұсақтап туралған картопты саламын. Тұз, бұрыш сияқты дәмдеуіштерді қосып жақсылап араластырамыз. Дөңгелектенген фарш, яғни фрикадельки сорпаға өзінің әдемі дәмін береді. Картоп піскенге дейін 10 минут қайнатамыз. 10 минуттан соң пельмениді саламыз. Пельмениді міндетті түрде қайнап тұрған сорпаға салу қажет. Пельменидің қамыры суда езіліп кетпес үшін оны тек қана 10 минут көлемінде ғана суда пісіреміз. Пельмени 10 минут піскеннен соң оны дастарханға бірден ұсынбайтын болсаңыз, оны міндетті түрде сорпадан шығарып қойыңыз, себебі ол сорпада тұрып қамыры ісініп кетеді. Менің балаларым сорпада піскен пельменидің қамырын ұнатпайды, сондықтан мен оны мантаваркада жасаймын. Мантаварканы күнбағыс маймен майлап, оны дәл манты секілді орналастырамын. Оны мантаваркада шамамен 20 минут көлемінде пісіремін. Қалған пельмениді мен морозилькіге салып қатырамын. Пельмениді қатыратын ыдыстың астына міндетті түрде салафан төсеңіздер, сонда ол ешқандай жабысып қалмайды. Қатқан пельмениді салафанға салып, оны морозилькіге сақтаймын. Бұл әдіс өте ыңғайлы, керек уақытында шығарып пісіре қоясыздар. Осымен біздің өте дәмді сорпада және мантаваркада піскен пельмениміз дайын. Сіздер қандай жолмен пісіресіздер, міндетті түрде комментарийде бөлісіп отырыңыздар. Пельмени сорпаға піскен уақытта сорпаға өзіндік ерекше дәмін беріп, өте дәмді шығады. Ал мантаваркаға піскен уақытта оның құрамындағы майы, дәмдеуіштері барлығы өзінің ішінде ғана қалады. Ал қамыры ешқандай езіліп кетпейді, сондықтан мен осы 2 әдісті де ұнатамын. Ал мен өз каналымда сіздермен тек қана ерекше тағамдардың, әртүрлі торттар мен десерттердің рецептімен бөлісемін. Сондықтан міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жаңа рецепті жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз. Менімен бірге болып, менің каналымның дамуына үлесіңізді қосып жатқаныңыз үшін сізге алғыс айтқым келеді.